Ассалаумағалейкум, құрметті қазақтарым. Мынау жаңағы сөздерге расында да қоятын нүкте болды. Осы жағдайға жеткізген расында да мисыз билік екен. Мынау расында жаны жоқ, көзі жоқ, арттағы тас мүсінін өзі көрсетіп тұр бізге не істеу керектігін. Мынау интернеттегі татар қыздың сөзі әрқашанда мен жүрегімнен кетпейді. За татарский язык я любого горло перегрызу дейді. Сондықтан бүкіл қазақ болып, кез келген сөйлеген қазаққа қарсы сөздерді қазақ тілімен ауыздарын жабуымыз керек. Бұл қазақтың жері, бұл қазақтың үйі. Қазақтан басқа бас көтеріп, көкірек көтеріп сөйлейтін ешбір жанға жол бермеу керек. Бүгінгі қоятын талаптарымызға егерде билік көңіл қоймайтын болса, желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығына қарсы алаңға қазақпын деген қазақ ұлтшылдары толық алаңға жиналып, өз сөзімізді айтуымыз керек. Құрметті тележанашырлары, өздеріңізге белгілі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің басты себептерінің бірі осы қазақ тілі болған. Кеңестік жүйенің шырмауынан құтылып, егемендігімізді, елдігімізді алып жүріп, көтеріліспен қол жеткіздік. Тіл елдіктің, мемлекеттің құжаттарының бастысы. Тілмен айырылған ел рухсыз ел, ал рухсыз ұлт мемлекет құралмайды. Дінсіз, тілсіз сана бұзылады. Санасыз адам ол құлмен тең, ал құлдың еш нәрсеге қауқары жоқ. Өйткені ол құл болды. Бүгінде мемлекеттік тіл болып, заң жүзінде қабылдаса да өз деңгейінде жұмыс атқарылмай келеді. Барлық бәле заңның 2-ші бабының 2-ші тармағында. Талабымыз 7-ші баптың 2-ші тармағын алып тастау. Ал енді кеме, теңіздегі кеме толқын әкеліп жарға соғып, быт-шыт болуы да мүмкін ғой. Сондықтан тіл төңірегінде биліктің өзі осындай халықтар арасында биліктің өзі міне әңгіме туғызып отыр. Бұның түбі жақсылыққа апармайды. Сондықтан бір дін мемлекетте, бір тіл болу керек.